Бүгін біз сайлауалды штабымыздың ұйымдастыру отырысты өткіздік. Ең алғашқы мақсаты деген болса, орталық деңгейдегі штабы мен жергілікті штабтардың арасындағы үйлестіру жұмыстарды дұрыстап. Яғни қазір мысалы орталық деңгейдегі біздің 38 мәжіліс үміткері әрқайсысы қатысатын іс-шараларды бекітіп қойдық. Бұл іс-шаралардың көбісі жергілікті аймақтарда өтеді ғой. Сол үшін жергілікті штабтарға да сол өткелдерменен бірігіп, және де жергілікті мәслихаттарға да түсетін өткелдерімізді тартып, бір команда ретінде осындай науқанға түсуді талап еттік.